Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз сіздермен 3-ші бөлім уақыт, оның ішінде 1-ші сабақ сағат 12 болды деген тақырыпты бастаймыз. Ең алдымен тақырыпты бастамас бұрын бізге тәуелдеу беріліпті. Сағат сөзін тәуелдейміз. Менің сағатым, сенің сағатың, сіздің сағатыңыз, оның сағаты. Яғни сағат сөзін біз тәуелдеп алдық. Бүгінгі сабақта бізге қажет болатын жаңа сөздер: сағат неше, тура, қалды, кетті. Осы жаңа сөздерді сабақ барысында қолданатын боламыз. Бүгінгі тақырып өздеріңіз түсінгендей сағат 12 болды. Яғни біз сағатты айтып үйренеміз. Уақыт қанша болғанын айтып үйренеміз. Бірінші суретке қарайтын болсақ, жазылып тұр, сағаттың үлкен тілі 12-де тұр, сағаттың кіші тілі де 12-де тұр. Бұл жерде сағат тура 12 болды деп айтады екенбіз. Енді сағаттың кіші тілі 9-да, сағаттың үлкен тілі 12-де тұрса, не дейміз? Сағат 9 болды. Егер сағаттың кіші тілі 7-де, сағаттың үлкен тілі 12-де тұратын болса, ол кезде біз сағат 7 болды, немесе сағат тура 7 болды деп айтады екенбіз. Яғни бұл жерде біз сағаттың тіліне назар аударамыз. Кішкентай тіл қай жерде тұрды, үлкен тілі қай жерде тұрды. Енді келесі суретке қарайтын болсақ, сағаттың кіші тілі 1-де тұр, үлкен тілі 11-де тұр. Біз бұл жағдайда айтамыз: 1-ге 5 минут қалды. Мына суретке қарайтын болсақ, кішкентай тіл 9-да, үлкен тіл 2-де тұр, Сонда не дейміз? 9-дан 10 минут кетті. Егер әлі сағат 1 болмаған болса, онда біз қалды сөзін қолданамыз. Егер 9-дан асып жатса, онда біз 9-дан 10 минут кетті. Егер үлкен тіл 3-те тұратын болса, 9-дан 15 минут кетті. Егер кішкентай тіл 9-да, үлкен тіл 4-те тұратын болса, 9-дан 20 минут кетті деп айтады екенбіз. Мына жерде жазылған сөйлемдерге назар аударайық. Сағат 9 болды. Жаңа айттық, міне сағат 9 болды. Сағат 12 болды. Бірінші суретте сағат 12 болды. Сағат тура 7 болды. Сағат тура 7 болды. Мұнда астарына жазылған сөйлем: 1-ге 5 минут қалды. 9-дан 10 минут кетті. Ары қарай сабағымызды жалғастырамыз, балалар. Енді мұнда назар аударатын болсақ, бірінші тапсырмаға қараймыз. Бірінші тапсырмада не дейді? Мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер дейді. Бұл жерде біз сабақтың үстінде бізде тыңдалым болады. Тыңдағаннан кейін мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Әнел кіммен сөйлесті? Сағат неше болды? Әлібек мектепке нешеде барады? Олардың барлығы мәтінді тыңдалғаннан кейін жауап беріледі. Екінші тапсырма: суреттерге қара, оқы. Яғни бізге суреттер берілген, суреттердің барлығында сағаттар берілген. Яғни біз уақытты айту керекпіз. Мынау менің сағатым. Сағатым 12 болды. Мен кітап оқимын. Екінші суретте: мынау менің сағатым. Сағатым 2-ге 10 минут қалды. Мен тамақ ішемін. Үшінші суретке назар аударсақ, мынау менің сағатым. Сағатым 10-нан 10 минут кетті. Мен футбол ойнаймын дейді. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырма: сандарды сөзбен айт, сұрақтарға жауап бер. Сағат неше болды дейді. Мұнда сағатты айтады екенбіз, астында неше болғанын айтады екенбіз, Яғни сандарды сөзбен айтамыз. Сағат 1 болды, сағат 2 болды, сағат 3 болды, сағат 4
болды. Сағат 5 болды. Сағат 6 болды. Сағат 7 болды. Сағат 8 болды. Сағат 9 болды. Сағат 10 болды. Сағат 11 болды. Сағат 12 болды. Енді балалар 4-ші тапсырмаға назар аударамыз. 4-ші тапсырмада біз жазылым берілген, яғни бұл тапсырманы біз жазбаша орындайды екенбіз. 4-ші тапсырма: оқы, көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны жалғап жаз дейді. Яғни бізге сөйлемдер берілген. Сөйлемдер берілген, астына тиісті қосымшалар берілген. Біз көп нүктенің орнына осы тиісті қосымшаны жалғап жазу керекпіз. Енді қараймыз. Менің ат Әлібек деп тұр, я? Көп нүктенің орнына төмендегі қосымшаның қайсысы сай келеді? Менің атым Әлібек. Мен үшінші сыныпта оқимын. Себебі мен, я? Сағат 8 болды. Мен мектепке барамын. Мен болғандықтан біз мын деген қосымшаны жалғап жазады екенбіз. Екіншісіне назар аударайық. Інімнің аты Ғабит. Ол 5-те. Сағат 9-ға 10 минут қалды. Ол балабақшаға барады. Осылай тиісті қосымшаларды қойып, тапсырманы көшіріп жазады екенбіз. Оқушылар, келесі бізде 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмаға назар аударатын болсақ, үлгі бойынша диалог құрыңдар. Досыңнан не істейтінін сұра. Яғни бізге суреттер берілген, суреттердің астына уақыт жазылған. Үлгіге қарап суреттер бойынша диалог құрайды екенбіз. Үлгі: Самат, сағат 8 болды. Сен не істейсің? Мен мектепке барамын деп Самат жауап берді. Енді суретке қараймыз. Суретке қарап, мысалы, біз Әлібек және Дина деп алсақ болады, екеуі бір-бірімен сөйлеседі. Әлібек, сағат 9 болды. Сен не істейсің? Мен сабақ оқимын. Әлібек, сағат 1 болды. Сен не істейсің? Мен түскі ас ішемін. Әлібек, сағат 4 болды. Сен не істейсің? Мен жүзуге барамын. Әлібек, сағат 6 болды. Сен не істейсің? Мен үйде дем аламын. Осылай үлгі бойынша диалогты құрсақ болады екен. Немесе өзіміз қалағанымызша қосымша сөйлемдерді қосып, өзіміз құрасақ та болады. Енді келесі балалар, кел жаттайық дейді. Сағат уақыт бөлшегі, сағат өмір өлшемі. Пайдалансаң дұрыстап, адастырмас ол сені дейді. Осы өлеңді жаттап алуға болады екен. Есте сақта. Сағат неше болды? Сағат 8 болды. Мен мектепке барамын. Осы сөйлемдерді жаттап, есімізде сақтасақ болады екен. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.